Бақара сүресі 38 және 48-ші аяттар. Біз оларға жұмақтан түгелдей жерге түсіңдер. Менен сендерге міндетті түрде тура жол көрсететін пайғамбар һәм кітап келеді. Кімде-кім менің тура жолымды басшылыққа алса, оларға ешқандай қорқыныш жоқ. Һәм олар әсте жабықпайды дедік. Ал күпірлік қылғандарға һәм кітаптағы аяттарымызды әрі болмыстағы және өз бойларындағы ақиқатты көрсететін айқын дәлелдерімізге сенбегендерге келсек, олар тозақтықтар. Олар мәңгі бақи сонда болады. Ей Исраил ұрпақтары, сендерге берген нығметімді еске алыңдар. Маған берген уәделеріңді орындаңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындайын. Және менен ғана қорқыңдар. Исраил Яқуб пайғамбардың лақабы аты. Ибрани тілінде Алланың құлы, Алланың таңдаулысы деген мағынаны білдіреді. Қолдарыңдағы Тауратты растаушы ретінде түсіргеніме, яғни Құранға иман келтіріңдер. Оған адамдар арасынан бірінші болып қарсы шықпаңдар. Және аяттарымды атақ, лауазым, мал-мүлік, тағы сол секілді азғантай бағаға айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар. Мені ғана пана тұтыңдар. Ақиқатты жалғанмен бүркемеңдер. Және ақиқатты біліп тұрып жасырмаңдар. Намазды кемеліне жеткізіп, үзбей, әрі уақытылы оқыңдар. Зекетті толық беріңдер. Және иіліп, рукук жасаушылармен бірге рукук жасаңдар. Сендер ел жұртқа ізгілікті бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? Өздерің кітап, Тауратты оқисыңдар. Еш ақылға салып ойланбайсыңдар ма? Аллаға құлшылық етуде, күні атаулыдан сақтануда, һәм бастарыңа ауыртпалық түскенде сабырлылық танытып, намаз оқып, Алладан медет тілеңдер. Расында, бұл Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін жандардан өзгелерге тым ауыр келеді. Алладан шын именетін һәм оған тиісінше тағзым ететін ондай жандар Раббыларымен қауышатындықтарына және оған міндетті түрде қайтатындықтарына кәміл сенеді. Ей Исраил ұрпақтары, өздеріңе үйіп төгіп берген нығметтерімді және бір кездері сендерді жер жаһанды үстем еткенімді еске алыңдар. Сондай-ақ біреудің күнәсін біреу арқалап, біреудің қарызын біреу төлей алмайтын, ешкімнің шапағаты қабыл болмайтын, яғни біреуге шапағат етіп, араша түсе алмайтын, ешкімнен азаптан құтылу үшін ешқандай өтем, төлем алынбайтын, және ешкімге ешқандай жәрдем бермейтін, әркім өз басымен қайғы болатын алапат күннен қорқыңдар. Һәм бір Аллаға иман келтіріп, игі істер атқару арқылы алдын ала сақтаныңдар.